Алматы-Бішкек тас жолының бойындағы бұл жердегі кептеліс бүкіл республикаға мәлім десек артық айтқандық емес. Көлік ағынын тежеп тұрған жайттың бірі мына бір сіздер көріп тұрған жаяу жүргіншілер жолағы. Дәл осы мәселені шешу мақсатында бүгін тас жолға жауапты мекемелер мен тұрғындар арасында пікір алмасу болды. Енді осы бірде ойласын керек қой, аны көрдіңіз бе қалай өтеді, жүгіріп өтеді жарымға. Керек қой пешеход керек. Екі ауылдың ортасымыз үлкен. Көпір айдалады, кім бар анаған бар. Оны кәлесімен өтетін жері жоқ оның. Күнді жапқан бұны. Осыдан бір жыл бұрын жабылған. Көшені жауып тастады. Жақын күн жапқанда бірінші адамды реттеп алу керек. Кішкене халықтың мнениесін бәрін сұрау керек қой. Мен көтерілем, мына кісі көтерілем, міне. Қарасаң, мына кісі қалай көтеріледі, айтыңыз. Төрт қайтара көтеріліп шығу керек. Асылмен адам көшіп өтеді ғой. Қазір бір сағатты санаңыздар қанша адам өтті. Ал ана жерде қанша адам өтті. Бір ойласын өткізу керек қой. Мына жерде біз бала шағамызбен өтеміз. Үлкен қарт кісілер жүреді. Бізге удобный қылып мынандай подземный жасап берсін. Ана ертең қыстың күні ана үстіне құлайсың. Қарт кісілер қалай өтеді? Светофор қойсайшы қалай болады? Светофор қойып берсін, современный. Вот 6 секунд па 6 секунд күтеміз. Топтасып өтеміз. Біздің де бала шағамыз бар. Мына жерде ертең біреуді қағып кетсе, қаншама адамдар мерт болды ғой осы жерде. Республикалық маңызы бар Алматы-Бішкек тас жолындағы осы жаяу жүргіншілер жолына байланысты әлеуметтік желіде және жүргізушілерден көптеген пікірлер, ескертпелер, ұсыныстар түсіп жатыр. Соған байланысты қазіргі таңда Қазавтожол мекемесінің өкілдерімен және Долан ауылының тұрғындарымен осы жерде жиылып, жаяу жүргіншілер жолының мәселесін қарастырып жатырмыз. Оның барысында мына тұрғындардан бағдаршам қою кеп өтініштер түсіп жатыр. Қазір ол мәселені де біз қарастыратын боламыз. Осы жерде себебі мынау күніне республикалық маңызы бар көше болған, трасса болғандықтан күніне 70 мыңға жуық автокөлік осы жермен өтеді. Жаяу жүргіншілердің қауіпсіздігі де бар бұл жерде. Жол көлік оқиғалары орын алып жатыр арасында. Осы мақсатта біз қазір жұмыс жасап жатырмыз.